Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі жалғыз спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар, ал біз бастаймыз. Бокстан Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов америкалық Ричард Гиггсті жылдам жеңді. ақш-тың Мэдисон Сквер Гарден аренасының Хулу театр кіші залында жартылай орта салмақта өткен кездесу бірінші раундта аяқталды. Елеусінов осылайша 8-ші кездесуінде жеңіске жетті, ал Гиггс спорттық мансабында алғаш рет жеңілді. Мен өте қуаныштымын. Әрине, біз осы нәтижеге қол жеткізу үшін талмай еңбек еттік. Жекпе-жек бірінші раундта аяқталды. Мұндайды барлық боксшы армандайды. Бұрындары бірдемен жетіспей, дұрыс жүрмей жатқанын аңғаратымын. Және бұл маған ұнамайтын. Қазір мен қателіктерін түзеп, не істеу керектігін білемін, деді Елеусінов. Соңғы жекпе-жекте расымен де нокаутпен жеңгіміз келді, бірақ қолдан келмеді. Жаттығу процесіне өзгерістер енгізіп, бүгін нокаутпен жеңе алатынымды көрсеткім келді. Ешкімнің аты жөнін айтқым келмейді. Мен белбеу үшін жұдырықтасамын. Маған осы бағытта келетін кез келген қарсыласпен күш сынасуға дайынмын, деді Елеусінов. Сондай-ақ Елеусінов алдағы жоспарларымен бөлісті. Ол қандай да бір боксшыға шақырту тастамады, бірақ өз мақсатымен бөлісті. Әуесқой бокста мен барлығына қол жеткіздім. Әлем чемпионы болдым. Азия және Олимпиада жеңімпазы атандым. Не бар, соның барлығын алдым. Қазір кәсіпқой бокста барлық белбеулерді иеленгім келеді. Нақты бір қарсылас туралы айта алмаймын. Маған ойлануға мұрша беріңіз. Қазір бізде мынандай кезең. Рейтингпен кім сәйкес келеді, сонымен шығамын, деді боксшы. Айта кетейік, Данияр Елеусінов соңғы жекпе-жегін 25 мамыр күні чилилік боксшы Луис Нармабоянаға қарсы өткізіп, 6 раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің шешімімен жеңген болар. Астана қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында грек-рим күресіндегі қазақстандық 55 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Қорлан Жақанша финалға шығу үшін күресте әзербайжандық Эльданис Азизлимен белдесуде 11-5 есебімен жеңіп финалға өтті. Жарайсың, Қорлан. Және өкінішке орай, қазақстандық 63 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Алмат Кебіспаев финалға шығу үшін күресте жапондық Шинабу Отадан 10-1 есебімен жеңілді. Ертең кешке Алмат Кебіспаев қола медаль үшін Славик Калстянмен боз кілемге шығады. Ертең шығатын күресшілерімізге сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі жалғыз спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше.